Қайырлы күн, достар. Бүгін біз пицца пісіреміз. 3 түрлі пицца. Сырный, тауық еті мен грибы қосылған, сосын болоньезе фаршпен пицца. Оған керек заттар: дрожжи 15 грамм, şeker 20 грамм, tuz 15 грамм, su 300 грамм, süt 300 грамм, май 50 грамм, міне барлығын араластырып аламыз. Осыған ситодан өткізілген 1 килограмм ұн саламыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Осы қамырдан бізде 5 пиццаға, 5 порция пиццаға шығады. 200 граммнан 5 рет бөліп қоямыз. Жақсылап илеп аламыз. Осы қамырымыздың бетіне май жағамыз. Аш Ханифа ағау. Не қамырымызды осылай басып, бетіне сұйық май жағып, жарты сағатқа демалуға қоямыз. Бір көтерілгеннен кейін басамызды, содан кейін тағы да бір көтерілгенін күтеміз. Содан кейін барып 5-ке бөліп аламыз 200 граммнан. Қазір жарты сағатқа демалуға қоямыз. Болоньезе пиццасының начинкасын дайындайтын боламыз. Оған 300 грамм фарш сиыр етінен, сосын жарты сәбіз, жарты пияз. Оны осындай ұсақ қылып турап аламыз. Көбіктеп. Осын енді қуырамыз қазір. Май құямыз шамалы. Майымыз сәл қызды. Енді жуамызбен морковины саламыз.
сиырым сарғайғанша қуырмаймыз, жұмсарғанша қуырамыз. Міне жуамыз бен сәбізіміз қуырылды. Енді фаршымызды саламыз. Мына болонезінің несі, жаңағы начинкасы. Ол долго бұқтырылады суға. Ол қаншалықты ұзақ бұқтырылса, соншалықты дәмді болады. Асығыс болса, жарты сағат бұқтырғанда жарайды. Асығыс болмаса, 1 сағат бұқтырсаңыздар, кәдімгі фарштары ұсақ болып, әдемі болады. Тұз саламыз. Бұрыш саламыз. Енді 1 қасық, 2 қасық томат саламыз. Şimdi su koyuyoruz. Енді осыны 1 сағат солай бұқтырамыз. Асығыс болсаңыздар 40 минут жарайды, 45 минут. Мына болонезі көп қайнайды, 1 сағаттай. Сол себепті оны мына қарай ауыстырамыз. Астын сәл басын қап, жай қайнай берсін. Мына жерге тауықтың төс етімен грибы нетеміз, қуырамыз. Ол 2-ші пиццаға.
Саңырауқұлақ қосып қоямыз. Жуа салам, ұсақталған жарты жуа жарайды. Бұл пиццаны мен тауықты духовкаға пісіріп, кесіп салуға да болады. Осылай қуырып салуға да болады. Мен осылай жасаймын. Бұлт саламыз. Тауық дәмдеу үшін саламыз. Бұған су құйып, бұқтырудың қажеті жоқ. Осылай қуырып алған өзі жарайды. Осымен болды бұл. Қақпағын жауып қоямыз. Бұны асты сөніп тұр осылай. Қақпағын жауып қоямыз. Ана жерде болонеза пісіп жатыр. Несі фарш. Қыздар, міне нанымыз көтерілді. Қамырымыз. Бұдан енді 5 пиццаның несі шығады. Сосын бөліп аламыз. Әрқайсысын 200 граммнан бөліп аламыз. Менде весы бар, весімен өлшеймін. Қазір. Бетіне салфан жоқ қоямыз. Менде пицца пісіретін таба жоқ. Осы пирог пісіретін табаға пісірем. Сіздерде болса, жақсы болады. Мен осылай қолмен жайып алдық. Табамызды май жағып аламыз табамызға. Содан былай реттестіреміз. Бірінші қызымның жақсы көретін сырный пиццасын жасаймыз. Оған мынандай сырный соус жағамыз. Пицца жасап атқан кезде пешімізді максимально қыздырып қоямыз. Ең көп неде пісіреміз жаңа аталайды.
үлкен градуста. Мынау сметанный сыр сеуіп жатқан астына. Бетіне моцарелла себем. Піспей қалады ау деп пешті басып қоймаңыз. Оны кеуіп кетеді. Қатты градуста қарап қоясыздар, тез піседі өзі. Қызым мен тек мына осы сырный пицца жақсы көреді, бұл қалғандарын жемейді ол. Алтса, битса, сөйтса деп отырады. Қазір пешке саламын. Екінші пицца. Мынау ұнға бейді аунатып алып жатырмын. Столға жабысып қалмас үшін. Осылай дайындап қоямыз. Мына пицца қазір піседі, сол кезде сала қоямыз. Міне сырный пиццамыз пісті. Тарелка шаблон. Қызым жақсы көретін пиццасы сырный. Ханифа, келсе сырың дайын болды. Енді екінші пиццамыз. Тауықтың төс еті мен грибы қосылған. Мына соусымызды жағамыз. Соусымен пүлдірді. Жаңағы тауығымызбен грибіміз. Осыны сыр аз салған сияқты. Сырды ненің астына саласыздар. Бетіне емес, астына. Неге кетті? Духовкаға жіберем.
4-5 минутта қатты қызып тұрған пеште 4-5 минутта пісу керек. Қарап қоясыздар. Әркімнің әртүрлі пеші бар, әртүрлі қызады дегендей. Созып аламыз. Оқтаумен илесек, онда қаттылау болып шығады неміз пиццамыз. Сол себепті қолмен жайған дұрыс. Воздушный болады, қолмен жайсаңыздар. Bismillah. Oramal bu Biz hamurumuz Ranıp durdu. Помидор соусты, помидорды блендерден өткізіп аласыздар. Сосын қаймақпен я майонезбен араластырып жіберсеңіздер болады. Я помидорның өзімен істесеңіз болады. Зелень блендерден өткізіп помидормен араластырып істесеңіз болады. Үйде ондай ештеңе жоқ болса, блендер томатпен майонезді араластырып істесеңіздер болады. Тек мынадай сметаны сырмен де істеуге болады, тек моцарелламен істеуге болады. Мен тек екі сырды араластырып жатырмын. Так, моцарелла енді. Ана сырный пиццаны моцарелламен істеген дұрыс. Мынау мана бір сағат бұқтырған неміз фаршымыз. Пешке жібереміз. Жаңа курица с грибами деген сырымыз. Осындай пышный болып шығады, жұмсақ болып тестісі. Так, полонез дайын.
бөліп отыр. Милотчын. Мынау дайын. Қандай көшет? Полонеза дайын. Нан істейін деп отқаным қазір маргарита. Люблю. Тоже тебя люблю. Сильно. Сильно, сильно. Мені сильно кат, а мені сильно помічу салатчын. Сильно. Бұл маргарита дейтін. Маргарита. Маргарита. Сыр. Ол пицца. Сыр. Маргарита. Маргарита ема. Маргарита. Осымен міне 4 пиццамыз пісті. Достар, міне 4 пиццамыз дайын. Маргарита, сырный пицца, болонеза, сосын тауықтың төсеті мен грибы куриный. Осы 4 пицца.